Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіз бе? Балалар, біз қайда келдік? Зертханаға. Дұрыс айтасыңдар. Зертханада біз не жасаймыз? Тәжірибе, дұрыс айтасыңдар. Балалар, біз бүгін сиқырлы сулар тәжірибесін жасаймыз, я? Ол үшін бізге балалар 4 зат керек. Бірінші бізге су қажет, және күнбағыс майы қажет, және түрлі түсті бояулар, кейін бізге тұз керек екен. Осы 4 заттан біз сиқырлы су тәжірибесін жасаймыз. Балалар, зертханаға келген кезде тәжірибе алаңында тұрған заттарға рұқсатсыз тиісуге болмайды балалар. Қолымызды салуға, болмаса қолымызға зиян келуі мүмкін, болмаса көзімізге кіріп кетуі мүмкін. Сол үшін бізге зияны келмеу үшін қауіпсіздік ережесін сақтап жүруіміз керек зертханаға келген кезде, жарай ма? Ал балалар, тәжірибемізді бастау үшін ең алдымен ыдысымызға суды құямыз. Суды алып, ыдысымызға құямыз. Болды, жетеді, аха. Күнбағыс майын құямыз. Төкпей, ұқыпты құямыз, я зейін. Ал балалар, ыдыстарыңа қараңдар, су мен майдың, қараңдар екеуі. Су мен май бір-бірімен араласпай тұр, я? Май судың бетіне шығып тұр, қараңдар. Енді осыған біз бояуды құйып көрейікші, қандай өзгеріс болады екен. Болды, жеткілікті. Бояуымызға дөңгелек шар тәріздес өзгерістер пайда болды. Қарасаңдар, балалар, бояуымыз суға дұрыс араласпай тұр. Осы бояуымыз суға тегіс араласу үшін біз суға тұз саламыз. Олай болса, қасығымызды алып, кішкене тұз салып көрейік. Жарайсыңдар. Бояуымыз түбінен араласып, төбеге қарай көтеріліп келеді. Қараңдаршы. Ал балалар, көрдіңдер ма? Су мен бояуымыз араласты да, күнбағыс майымыз араласпады. Әлі бетінде тұр. Осылайша бұл сиқырлы су болып тұр. Көрдіңдер ма? Үсті мөлдір болып тұр. Түп жағымыз бояу араласқан болып тұр. Осы біздің алғашқы тәжірибеміз, балалар. Бұл сиқырлы су деп аталатын тәжірибе. Ал балалар, олай болса, біз екінші тәжірибемізді бастайық. Тәжірибеміздің тақырыбы бізде, балалар, шарды үрлейміз деп аталады. Ол үшін бізге шыны ыдыстарға мен сендердің алдыларыңа су құйып қойдым. Осы суға біз мына шардың ішінде аш содасы бар. Осы шарды бөтелкеге кигіземіз. Осылай. Ал балалар, мына шарымызды алып, ішіндегі аш содасын шыны ыдысымызға түсірейік. Үрленіп жатыр, я? Өздігінен шарымыз үрленіп жатыр. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, міне көрдіңдер ме? Тәжірибеміз іске асып, біздің шарымыз өздігінен үрленіп жатыр, я? Ал балалар, олай болса, үшінші тәжірибемізді жасап көрейік, я? Үшінші тәжірибеміз біздің балалар түрлі түсті көпіршіктер деп аталады. Ол үшін бізге ыдыс жуатын сұйықтық керек. Осы сұйықтықты алып, біздің ыдысымызға құямыз. Құйыңдар. Кішкене тамызып құямыз. Төкпейміз. Жарайсын. Енді балалар, осы сұйықтыққа біз бояуларымызды құяйық. Суды мен өзім қосып берейін сендерге. Көпіршік шығарған кезде, балалар, сыртқа үрлейміз. Ішке өзімізге тартуға болмайды. Міне, зейіндікі өте әдемі шығып жатыр. Жарайсың, зейін. Жарайсың, Самира. Сенікі де өте әдемі көпіршіктер шықты. Өте әдемі жасап шықтыңдар. Сендерге көп рахмет, балалар. Енді мен сендерге алғысым ретінде зерттеуші деген белгі тағып берейін. Өйткені сендер 3 түрлі тәжірибе жасадыңдар. Сендер зерттеуші болдыңдар, балалар. Сау болыңдар.